Қамар сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Қиямет жақындады, және ай қақ жарылды. Алайда мүшіріктер анық мұғжиза көрсе болды, бірден теріс айналып, бұл оның бұрыннан көрсетіп жүрген күшті сиқырларының бірі деседі. Сөйтіп олар пайғамбардың өзіне де, көрсеткен мұғжизасына да сенбеді. Һәм өз әуейлігіне ерді. Алайда әр істің алдын ала белгіленген ақыры бар. Сондықтан да олар түптің түбінде әр істің ақиқатын өз көздерімен анық көретін болады. Әсілі оларға өздерін теріс жолдан қайтаратын, ақиретке һәм өткен қауымдарға қатысты ғибратқа толы небір маңызды хабарлар жетіп, оқиғалар баяндалды. Міне бұлар Құранда орын алған ғибратты оқиғалар мен ескертулер аса жоғары, кемел хикмет. Алайда мұншама ескертулер оларға пайда бермеуде. Ендеше сен де оларды өз жайына жібер. Күндердің күнінде жаршы періште бұрын соңды жан баласы көрмеген жан түршігерлік ақиқатқа қабірден шығып, ғарасат майданына жиналуға шақырады. Сонда күллі адамзат көздері алақтап, бейне бір қаптаған қалың шегірткедей қабірлерінен шыққан бойда, өздерін ғарасат майданына шақырушы жаршыға бет алып ентелей жүреді. Сонда кәпірлер бүгін тым ауыр күн деп айтады. Олардан бұрынғы Нұх қауымы да пайғамбарды өтірікшіге балады. Олар өздерін тура жолға шақырған құлымызды өтірікшіге балады. Һәм онымен қоймай, бұл жынды деді. Сөйтіп, құлымыздың алдын ұрап, меселін қайтару мақсатында көңіліне қаяу түсірді. Сонда да ол Раббысына, мен жеңілдім, маған көмек бере көр деп жалбарынды. Біз оның дұғасын қабыл алып, бірден көк қақпаларын ашып, нөсерлеттік. Жерден де қайнар сулар атқылаттық. Нәтижеде, аспаннан құйылған нөсер мен жерден атқылаған су әу баста жазылған істің жүзеге асу үшін қосылды. Содан Нұхты біріне бірі мықтап шегеленген тақтайлардан құрастырылған кемеге мінгіздік. Ол кеме қадір қасиеті білінбеген, сол бір ардақты кісіге көрсетілген сый ретінде біздің тікелей бақылауымызбен жүзіп бара жатты. Соңында кеме тауға тоқтады. Расында біз оны ақиқаттың бір белгісі һәм ғибрат болсын деп, сол күйе қалдырып сақтадық. Қане, бұдан ғибрат алатын жан бар ма? Менің жазалауыммен ескерткендерім қалай жүзеге асады екен, көріңдер. Расында біз Құранды адамдар оған ой жүгіртсін һәм ғибрат алсын деп, адам баласының тілінде түсіру арқылы жеңілдеттік. Олай болса қане, оған ой жүгіртіп ғибрат алатын жан бар ма? Ат халқы да өздеріне келген пайғамбарды өтірікшіге балады. Менің жазалауым мен ескерткендерім қалай жүзеге асады екен, көріңдер. Біз оларға бәле-жала үзілмеген сол бір күні алдынан шыққанның бәрін сыпырып-сиырып күлің көкке ұшыратын дүлей дауыл жібердік. Ол адамдарды түп тамырмен қопарылған іші қуыс құрма ағаштарындай жұлып-жұлып әкетіп жатты. Менің жазалауыммен ескерткендерім қалай жүзеге асады екен, көріңдер. Расында біз Құранды адамдар оған ой жүгіртсін һәм ғибрат алсын деп, адам баласының тілінде түсіру арқылы жеңілдеттік. Олай болса, қане, оған ой жүгіртіп ғибрат алатын жан бар ма? Сәмуд халқы да өздеріне айтылған ескертулерге сенбеді. Олар, сонда біз арамыздағы өзіміз сияқты жай бір адамның соңынан ереміз бе? Онда сөзсіз жолымыздан адасып, адам айтқысыз қателікке әрі есуастыққа ұрынған боламыз. Сонда басқа адам құрып қалғандай, бұл кітап арамыздан соны тауып, соған сүрілген бе? Жоқ, ол барып тұрған кәззап. Төбемізге шығып алып, бәрімізді билеп төстегісі келетін ардан безген оңбаған десті. Сол кезде біз Салихқа, олар ертең кімнің кәззап, кімнің ардан безген оңбаған екенін әлі-ақ білетін болады.
Өздері мұғжиза сұраған екен. Ендеше оларды сынау үшін бір інген жібереміз. Сен олардың ақырын бақ. Және адам айтқысыз қылықтары мен ауызға алғысыз сөздеріне сабыр ет дедік. Оларды хабардар ет. Олар суды інгенмен өзара кезектесіп пайдаланатын болады. Судың басына кезегі келген барады. Алайда олар үкімімізге мүлдем құлақ аспады. Тіпті әлгі інгеннен құтылудың айла амалын ойластырып, жақын жолдастарын елдегі аты шулы ұйымдасқан 9 қарақшының басшысын шақырды. Сөйтіп, ол қанжарын алды да інгенді бауыздап тастады. Менің жазалауым мен ескерткендерім қалай жүзеге асады екен көріңдер. Біз оларға жан төзгісіз ащы дауыс, алапат жарылыс жібердік. Нәтижеде оларды қойшының қой қамайтын, қора жасау үшін үйіп қойған қураған қурайы мен қураған бұтақтарындай қылдық. Расында біз Құранды адамдар оған ой жүгіртіп, ғибрат алсын деп, адам баласының тілінде түсіру арқылы жеңілдеттік. Олай болса, қане, оған ой жүгіртіп ғибрат алатын жан бар ма? Луттың қауымы да өздеріне жасалған ескертулерге сенбеді. Біз сол себепті төбелеріне тас боратқан алапат боран жібердік. Ал Луттың отбасының жөні бөлек еді. Біз оларды таңға жуық алапат азаптан құтқардық. Оларға деген нығметіміз ретінде оларды азаптан аман алып қалдық. Біз шүкіршілік еткендерді міне осылайша сыйға бөлейміз. Лут біздің күнәһарларды жаман азапқа душар ететінімізді айтып, қауымына ескерткен болатын. Алайда олар бұл ескертуге шәк келтіріп, үнемі жалғанға шығарумен болды. Луттың қонақтарына ойлары кетіп, оған қайта-қайта кісі салып, әбден мазасын қашырды. Сол үшін олардың көзін бір сипағаннан ақ жым-жылас етіп, бәрін көрсоқыр қылдық. Қане, менің жазам мен ескерткен азабымның дәмін татыңдар. Шүбәсіз таң сәрде оларды әсте құтқармайтын айықпас азап басып қалды. Қане, менің жазаммен ескерткен азабымның дәмін татыңдар. Расында біз Құранды адамдар оған ой жүгіртіп ғибрат алсын деп, адам баласының тілінде түсіру арқылы жеңілдеттік. Олай болса, қане, оған ой жүгіртіп ғибрат алатын жан бар ма? Шүбәсіз Перғауын әулетіне де ескертуші пайғамбарлар келді. Олар болса, өздеріне көрсетілген мұғжизаларымыздың бәріне сенбестік танытты. Біз де оларды шексіз үстемдік пен ұлылық иесі, құдіреті күшті Аллаға лайықты түрде жазаға тарттық. Ей Мекке мүшіріктері, өздерің айтыңдаршы, сендердің араларыңдағы кәпірлер мықты ма? Әлде өздеріңнен бұрын өткен әлгі кәпірлер мықты ма еді? Жоқ әлде иләһи кітаптарда сендерді ақтайтын үкім бар ма еді? Жоқ әлде олар біз иық тірескен жеңіскер қауымбыз дей ме? Ендеше біліп қойсын, жақында ол қауым жеңіліс тауып, ту сырттарын беріп қашатын болады. Негізгі оларға уәде етілген нағыз жеңіліс, нағыз жаза қиямет сағаты. Қиямет сағатының сұмдығы әлде қайда күшті, әлде қайда ащы. Шүбәсіз, күнәға белшеден батқан күнәһарлар жұмақтан тым алыс, һәм құтырған жалынды оттың ішінде болады. Сол күні тозақта етбеттерінен сүйрелейді. Сонда оларға жаһаннам оты қалай тиеді екен? Енді соны татыңдар делінеді. Шүбәсіз біз барлық нәрсені белгілі бір өлшеммен жараттық. Біз бәрін бір ғана бұйрықпен қас қағым сәтте істейміз. Анығында біз өздерің сияқты залым әрі қыңыр кәпір болған қаншама қауымдардың көзін жойдық. Олай болса, осыған ой жүгіртіп ғибрат алатын жан бар ма? Әрі олардың істеген істерінің барлығы да дәптерлерде жазулы. Үлкен кіші істердің бәрі де жіпке тізгендей тізіліп жазылған. Ал тақуа жандар болса, жәннат бақшаларында және өзен жағаларында болады. Құдіреті күшті патшаның дәргейіндегі шындық пен
адалдық мәжілісінен орын алады.